Ондық бөлшекті натурал санға бөлу, ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу және шексіз ондық бөлшектер. Алдыңғы сабақтарда біздер ондық бөлшекке қосу, азайту, көбейту амалдарын орындағанбыз. Енді келесі амалымыз бізде бөлу. Алдымен ондық бөлшекті қалай натурал санға бөлу керек екенін көрсетейін. Бірінші мысал 193,8-ді бөлейік 6-ға. Яғни 193,8 бізде ондық бөлшек, 6-мыз натурал сан. Енді біздер бұларды бөлу үшін тура бұрынғыдай бұрыштап бөле береміз. Бірақ үтіріне келген кезде біздер үтір қойымызды, жауабына үтір қойымызды ұмытпауымыз керек. Мысалы, яғни 193,8-ді бұрыштап 6-ға бөлеміз. Алдымен бүтінге дейін бөлеміз. Кейін сандарды кезек-кезек түсіріп отырамыз ғой. Сол кезде үтірден кейінгі сан түсірген кезде үтір қоямызды ары қарай жалғастырып кете береміз. Яғни бізде 1-дің ішінде 6 жоқ, 19-ның ішінде 6 бар. Яғни 19-ның ішінде 6 3 рет бар. 6 үшін 18. Азайтқанда бізде 1 қалды. Келесі түсіретін санымыз 3. 13-дің ішінде 6 бізде 2 рет бар. 6 2 12. Азайтсақ 1 қалады. Енді келесі түсетін санымыз 8. Бірақ 8-ден бұрын бізде үтір бар. Сол үтірді мына жерге қойып алуымыз керек те. Ары қарай 8-ді түсіріп кете береміз. Яғни 18-дің ішінде 6 3 рет бар. 6 үшін 18. Азайтқанда 0 қалды. Демек, 32,3-ге тең. Екінші мысал 66,4-ті бөлейік 4-ке делік. Бұл тура осылай. 66,4-ті бөлеміз 4-ке. 6-ның ішінде 4 бізде 1 рет бар. Азайтсақ 2 қалады. 6 түсет. 26-ның ішінде 4 бізде 6 рет бар. 6 4-ім 24. Азайтсақ тағы 2 қалды. Енді келесі түсетін санымыз 4. Бірақ 4-тен бұрынғы үтірді ұмытпауымыз керек. Бұны жерге қоюды. Және 4-ті түсіретін болсақ, 24-дің ішінде 4 бізде 6 рет бар. 6 4-ім 24. Азайтсақ 0 қалады. Сонда бізде 16,16 шықты. Келесі үшінші мысалымыз бізде 1,704 болсын. Оны бөлейік 8-ге. Яғни 1,704-ті бұрыштап бөлеміз 8-ге. Мына жерге қарасаңдар, 1-ден берейік десек 8-ге жетпейді, ал 17-ден берейік десек үтірден уже өтіп кеттік. Демек, біздер үтірді қойып алуымыз керек. Үтірді қою үшін біздер 0 деген санды жазып, үтірді қойып аламыз да, ары қарай 17-ден бере береміз. Сонда 17-ның ішінде 8, 2 рет бар. 8 2 16. 1 қалды. Келесі түсетін санымыз 0. Оның ішінде 8 1 рет бар. 8 1-іміз 8. Азайтсақ 2 қалды. Келесі түсетін сан 4. 24-ның ішінде 8 3 рет бар. 8 3 24. Азайтқанда 0 қалды. Демек, 0,213-ге тең. 1213. 0,1213-ге тең. Төртінші мысал бұлай болсын. 14,16-ны бөлейік 4-ке делік. Яғни 14,16-ны бөлеміз 4-ке. 14-дің ішінде 4 бізде 3 рет бар. 4 үшін 12. Азайтқанда 2 қалады. Енді келесі 6-ны түсіру үшін біздер үтір қойып аламыз. 26-ның ішінде 4 бізде 6 рет бар. 6 4-ім 24. Азайтсақ 2 қалды. 2 қалды, бірақ енді бізде қазір түсіретін сан жоқ. Бірақ біздің мына жауабымыз 2 қалмау керек, 0 қалу керек. Енді ары қарай былай істейміз. Біздер ондық бөлшектің соңына қаншадан 0 тіркесек те өзіміз білеміз. Яғни 14,60-та, 14,6, 14,600 болса да, ол бәрібір бірдей сан. Яғни, мына жерге 0-ды қоямыз да, сол 0-ды алып түсіре саламыз. Яғни 20-ның ішінде 4 бізде 5 рет бар. 5 4-ім 20, тең 0 қалды. Енді 0 қалды. Демек, есеп бітті. Егер де мысалға мына жерде тағы бір сан тұрса, мына жерге тағы бір 0 тіркейміз да, сол 0-ды түсіре саламыз да, қайттан мысалға 3 қалатын болса, енді мысалға
Онда 30 деп қайттан 4 7 рет бар деп ары қарай кете береміз. Ал егер 0 қалатын болса, демек есеп бітеді. Сонда біздің жауабымыз 3,65-ке тең болды. Бұл бізде ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ал енді ондық бөлшекті ондық бөлшекке қалай бөлу керек екенін көрсетейін. Бірінші мысал 30,16 болсын. Оны бөлейін 1,3-ке. Яғни, мынау да бізде ондық бөлшек, мынау да ондық бөлшек. Сонда 30,16-ны бұрыштап бөлем 1,3-ке. Енді мына жерде біздер мына үтірден құтылуымыз керек. Яғни, үтірді соңына жіберуіміз керек. Бір үтірді бір санға қарай жылжытамыз. Сонда біздің үтіріміз ең соңында қалады, ол ең соңында қалған үтірдің мағынасы жоқ қой. Сонда жай ғана 13 қалады. Егер де мынаны бір санға қарай былай қарай жылжытсақ, демек мынаны да былай қарай бір санға қарай жылжытуымыз керек. Сонда мен былай істейін. Қызылмен белгілеп қойын қазір. Жылжытқан үтірімді. Яғни, бізде мына жерде болып қалады, ал мына жерде болып қалады, бірақ соңына үтір жазып керек емес. Демек, 301,16-ны 13-ке бөлсең, соның мәнін мына жерге жазып қойсаң болады. Демек, біздің мынауымыз ондық бөлшек шықты, мына санымыз натурал сан шықты. Тура бірінші, төртінші мысалдағыдай болды. Сонда 30-ның ішінде 13 бізде 2 рет бар. 26-тан азайтсақ 4 қалады. 1 түсет, 41-ның ішінде 13 3 рет бар. 39 болады. 13-ті 3-ке көбейтсең, азайтсаң бізде 2 қалды. Енді келесі 6-ны түсіру үшін үтір қойып аламыз. 26-ның ішінде 13 бізде 2 рет бар. Яғни 26 шығатты, азайтқанда 0 қалды. Демек, 23,2-ге тең. Екінші мысал көрсетейін. 20,25-ті, яғни 20,125-ті бөлейін 1,5-ке. Бұрыштап бөлем. 1,5-ке. Тағы да осылай. Бір тал үтірді мына жаққа қарай жылжытамыз. Бір санға қарай, 10-ға. Демек, мұнаны да 10-ға бір санға қарай жылжытамыз. Сонда 202,15-ті 15-ке бөлгенмен 1 деп болады. Демек, мына үтіріміз мына жерде болады. Мына үтіріміз мына жерде болады, бірақ оны жазып керек емес. Себебі соңында тұрса, оның мағынасы жоқ. Яғни, мынаны өшіртсемді, 202,15-ті 15-ке бөлгенді. 20-ның ішінде 15 бір рет бар. 15 азайтсақ 5 қалды. 2 түсет. 52-ның ішінде 15-ті 3 рет аламыз. Яғни 3-ті 15-ке көбейтсең 45. 7 қалады азайтсаң. Енді 5 түсет, бірақ 5-тен бұрын бізде үтіріміз бар. Сол үтірді қойып аламыз да. 75-ның ішінде 15 бізде 5 рет бар. 15-ті 5-ке көбейтсең 75 шығады. 0 қалады, сонда жауап. Демек, 13,15-ке тең. Үшінші мысал былай болсын, сәл басқаша болсын. 3,13-ті бөлек 2,75-ке болсын. 2,75 болсын. Яғни 3,13-ті бөлеміз 2,75-ке. Біздер бірінші мына санды, мына жердегі үтірді жылжытамыз. Одан кейін барып тұрып, мына жердегі үтірді соған қарап отырып жылжытамыз. Яғни мына жерде соңына жіберу үшін 2 рет жылжытуымыз керек қой. Яғни 2 саннан аттауымыз керек. Демек, мына жерде 2 саннан аттауымыз керек болған. Бірақ мына жерде бір-ақ сан. Сол үшін жай ғана 0 тіркейміз. Сонда 2 саннан аттасақ 330 болады мына жерге. Ал мына жерде 275 болады. Сонда бізде 330-ды 275-ке бөлуіміз керек болады.
330-ның ішінде 275 бізде бір рет бар. 275 азайтсақ, жатта так 25 қалды, 30 бар, 55 болады. Енді келесі бізде 55 қалып қойды. Бірақ бізде 0 қалу керек. Түсінен десең сан жоқ, бірақ бізде мына жерге үтір қойып тұр. Үтір бар оның іште. Қасынан 0 тіркей аламыз. Айырмашылық жоқ. Яғни сол 0 түсіреміз, бірақ үтірден кейінгі 0 түсірген үшін үтір қойып аламыз да. 550-ның ішінде 275 2 рет бар. Яғни 275-ді 2-ге көйтсең 550-дің өзі шығады. 0 қалды азайтқанда. Сонда біздің жауап 1/10-2 болды. Бұл бізде ондық бөлшекті ондық бөлшекке айналдыру, бөлу. Біздер ол үшін мына жердегі санды натурал санға айналдырып аламыз да, үтірін жылжытып. Бірақ мына жердегі қанша рет жылжыттың үтірді, мына жаққа да сонша санға жылжытуымыз керек. Ал енді мен шексіз ондық бөлшек деген нәрсені айтайын. Мысалға бізге мына жерде қарап тұрсаңыз барлығының жауабы 0-мен аяқталып тұр. Бірақ кейбір кездер болады, қанша тал, мысалы 0-ды мысалы біздер түсірдік қой мына жерде. 0 өзімізге тіркеп алдық та, ары қарай шығара бердік. Бірақ қанша 0 тіркеп шығара берсең де, ешқашан мына жердегі сан 0 азайтқан кезде 0 қалмай қалатын кездер болады. Мен мынандай мысал келтірейін. Жай ғана мысалға 2-ні бөлейін 3-ке делік. Мысалы 2 алманы 3 адамға бөліп бердім деген сияқты ғой. 2-ның ішінде мысалға 3 жоқ, бірақ мысалы 0-ден бері ол үшін 0 қойып аламыз былайына. 0-ден береміз деген сөз ғой мысалға. Немесе яғни үтір 0-ды қойып алынды, енді 20-дан береміз ғой. Бірақ үтірден аттап өткенім үшін мына жаққа 0-ды қойып алынды. Демек 20-ның ішінде 3 бізде 6 рет бар. 6 3 18 азайтсақ 2 қалды. Мына жаққа тағы бір 0 тіркесек болады, сол 0-ды мына жаққа түсірсек болады. 20-ның ішінде 3 қайттан 6 рет бар. Қайттан 6 3 18 азайтқанда қайттан 2 қалды. Тағы да мына жаққа 3 0 тіркесек, ол 3-ші 0 мына жаққа түседі. Ол қайттан 20-ның ішінде 6 рет болады, қайттан ол 18 қалады да, азайтқанда 2 қалды. Бұл осылай кете береді. Бұл жерде ешқашан 0 қалмайды. Яғни 0,666 деп ары қарай кете береді. Қанша рет 6 берсең де, қанша рет мына жерден 0 түсірсең де, бәрібір ол бітпейді. Сонда біздің 2-ні мысалы, бұл негізі 2-ні, 2 алманы 3 адамға тең де бөліп бере алмайсың деген сөз. Бірақ жауабы 0,666 дейсің де ары қарай кете береді деп осылай жазып қоясың. Яғни мынау 6 қайта-қайта қайталанып кете береді. Бұл бізде 4-ші мысал ғой. Бұл бізде шексіз ондық бөлшектер. Яғни мына жердегі 6-лардың шегі жоқ деген сөз. Ал енді мысалға кейбір жағдайлар болады. Бұл жақта мысалға 6-лар қайталанып кетір ғой. Кейбір жағдайлар болады, әртүрлі сандар қайталанатын. Оған мынандай мысал келтірейін. 5-ші мысал келтірейін. Мысалға 2,13-ті 3,15-ке бөлейін. Яғни 2,13-ті бөлем 3,15-ке. Үтірлерін жылжытып алайық. Біздер мына жерге қойып. Мына жақта бір үтір жылжиды, мына жаққа, демек мына жаққа мынау да былай қарай жылжиды. Көк үтірдің бізге енді керек жоқ. Себебі біз оны жылжытып тастадық деген сөз. Яғни 23-ті қазір 35-ке бөлеміз. 23-ның ішінде 35 бізде жоқ, сол үшін 0-ден береміз, және 0 қойып аламыз. Ал енді 230-ті ішінде 35 қанша рет бар? 6 рет делік, 6 бесім. Яғни 180-ге немесе 30-90 210 шығады. Себебі мысалы 2-ге және 3-ге өткенмен бірде ғой. Азайтқанда 20 қалды. Енді мына жаққа тағы бір 0 тіркеп, сол 0-ды мына жаққа тіркей саламыз. 200-ның ішінде 35 бізде енді 5 рет бар. 6-ға жетпей қалды. 5-ке көбейтсек бізде 175 шығу керек. 50, 75, 175. Сонда оны азайтсақ 25 қалды.
тағы да 0 бар деп тіркеп, сол 0-ды қайтадан түсіре салайық. Яғни 0 тіркеп кете береміз. Себебі ол өтерден кейінгі 0-дер. Өтерден бұрын болса, ол 0-ды тіркей алмаймыз. 250-ның ішінде 35 енді 7 рет бар. 210-ға тағы 35 қоссақ 245 болады. Азайтсақ, тағы да 5 қалды. Тағы да 0 тіркейміз, бірден бересің. 35 болады. Азайтсақ, 15 қалады. Тағы 0 тіркесек болады. Сонда бұл бізде ары қарай кете береді. Яғни мына жақтан 4-тен бересің, бұл қайттан 140 шығады. Қайттан 0 қалады, 0 қалады, то есть 10 қалады. Қайттан 0 тіркесек, бұл ары қарай кете береді. Яғни бізде бір сан ғана қайталанып тұрған жоқ, бірнеше сандар қайталанып тұр. 0, 6, 5, 7, 1. Ол әртүрлі. Сонда бізде, бұл да бізде шексіз ондық бөлшек, қайталанбайтын шексіз ондық бөлшек. Бұл да бізде шексіз. Сонда біздер ондық бөлшекті натурал санға бөліп берендік, ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөліп берендік, және шексіз ондық бөлшектің не екенін берендік.